Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгін бізде осындай үйдің пышағын үй жағдайында қайрау өткіріліп, қайрау жану. Мына пышақ сатып алынғалы бері қайралмаған сияқты. Бұл пышаққа да бір 2-3 жыл болған-ау деймін. Сыртындағы сыры әбден кетіп қалыпты. Байқап отырсаңыздар, жүзі камера онша емес мен. Бірақ жүзі кетіп қалған әбден. Дөңгелеп кеткен. Жүзі жоқ көрініп тұр былай. Бүгін бізге мынандай қайрақ көмектесетін болады. Осындай тауып алдым, қытайлық қайрақ. Лайвей дейтін. Так, бізде. $180-ді 320 крон. Осы жақсы қайрақтап берілді. Үлкендеу қайрақ. Енді бұны қазір бірінші 10 минуттай суға салып қоямыз. Жақсы қайралу үшін. Ауа шығып жатыр ішінен. Беті 320 жазу бар. Ұсақ. Ірілігі жағы 180 болады. Бірінші 180-ге саламыз. Мынандай қайрақтың астына қоятын істеп алдым. Қайрағанда пышақты қайраудың градустары бар. Біз енді былай теріс қаратып қайраймыз. Шамамен пышақтың өз жүзіне келтіреміз. Жалпы 15 пен 50 градустың арасында қайралады. Үйдің пышақтары көбінесе 22-25 градуста. Кеттік. Үйрену керек, қолды үйрету керек әбден. Пышақтың жүзін сеземіз бейтін. Өзінің зауытта шыққан жүзі бар, соған жатқызып үйрену керек. Соны сезу керек, соған жатқан кезде содан жайлап алға қарай жылжытамыз. Басынан аламыз. Осылай мына жағын келесі жағын келесі қолға алып. Енді бізде жүзі қатты кетіп қалған, бас жағы. Оны бүйтіп бөлек осылай алып, басын тигізгенде мына жағы тимей қалады. Сондықтан реттеп отыру керек. Пышақ 1-2 қайрап жанып жүргенге жүзі шықпайды, сондықтан біршама ұзақ уақыттай қарайтын боламыз. Енді видеода тез көрсететін боламын, айналдырып. Әуелі әбден бір жағын шығарып аламыз. Екінші жағын міне сол қолымызға ауыстырамыз. Яғни әуелі қайраған кезінде тек алдыға қарай сырғытамыз, жүзіне кері қарай. Сосын қайтқанда көтеріп алып қоямыз. Кейде ерсі ғасыл болады, бірақ ең соңында тек бір жаққа қарай қайрау керек. Пышақ металл, жұмсақ металл екен, тез қайралу керек.
Қолдың ептілігіне қарай былай қараса да болады. Міне былай береміз, сосын міне былай тартамыз. Яғни ыңғайға қарап, кейбіреулеріміз сол жақпен қайыра алмауы мүмкін, сондықтан оң қолмен ыңғайға қарап жүзін жатқызып қайраймыз. Жалпы жүзі шықты. Енді жұмсағына салып, жіңішке жағына қарай жүзін жаңа үшкірлетеміз. Жалпы жүзіне қарсы қайрау турасында көп дау бар. Негізі жүзіне қарсы да қайралады былай. Онда бір өнер. Қайрап білу керек. Енді жұмсақ жағына салатын боламыз. Жалпы бізде 320, 500-дік бар, 600-дік болады, 1000-дік болады, 2000-дік болады, 3000-дік, 5000-дік, 10 000-дік, 20 000-дікқа дейін барады. Бізде жалпы енді ондай әкелінбейді, сұраныс жоқ па, әлде саудагерлер білмей ме қандай қайырға әкелу керек екенін. Жалпы тек ең 320-ға дейін әкелетіні. Яғни бұл үйдің пышағы жұмсақ болғаннан кейін былай тек әрдайым бір жаққа қайрау, кері қайрау келмейді екен. Сондықтан біз жүзін тазалауымыз керек. Ол үшін қарсы, жүзіне қарсы қайрамыз. Яғни бұл жұмсақ пышақ екен. Сондықтан жүзіне қарсы қайрап, жүзін әдемілетіп аламыз. Яғни жүзінде басында қиыршықтар болады, сол қиыршықтарды кетіру үшін. Не бізде жүзі шықты. Бұдан артық енді шығара алмаймыз. Яғни 320 бұдан артық бармайды. Бұл жылтырлап тұру үшін бізге 1000-дік, 2000-дік, 5000-дік керек. Қазір қағаз кесіп, тағы да басқа бір нәрсе кесіп сынап көрейік. Так, біз енді істей аламыз. Біз мұндай ақ қағазды кесіп сынай аламыз. Шетінен ұстайық. Жарайды. Үйге жарайды. Газет болса газет жұмсақ, оны кеседі. Қатылау қағазды жақсы кесіпті. Қазір неге қызанақ кесіп көрейік. Ал рекламадағыдай қызанақ кесетін еді. Бисмилля. Әдемі кетті. Жіңішке етіп көрейік. Аллаға шүкір, өте жақсы қайралды. Міне осылай үйдегі пышақтарды осындай техникамен қайрасаңыздар болады. Егер де бұл видео ұнаған болса, лайк қосамыз, лүпіл пікір қалдырып көтеміз және арнаға жазыламыз. Және жақындарымызбен міндетті түрде бөлісеміз.